Сәлеметсіздер ме? Мен осы Санива компаниясынан алған өзім нәтижесімен бөлісейін деп едім. Менде менструация үнемі келген кезде 10 күн деп келетін. Осы комплексті пайдаланғалы менде 3-ақ күн келетін болды. Ең бірінші мен не істедім? Осы биогельді пайдаландым. Қатар 5 күн осылай өзіме салдым маткаға. Бізде мынандай шприц түрінде болады биогель. Көрдіңіздер ме? Осыны қатар 5 күн салдым. Одан кейін бар бізде мынандай тампон бар. Бұл тампонға жылы суды құйып 2-3 минут қана күтіп тұрып, потом бар маткаға салған кезде осымен 3 күн жүрдім. 3 күн жүргеннен кейін 60-тағыңызда прям айта алмаймын неше түрлі нәрселер шықты менде. Осыны пайдаланған соң 2 күн демалып, сосын екінші тампонды пайдаландым. Екінші тампонды 3 күн жүрдім. 3 күннен кейін барып, осы мынау ішінде сары капсула бар ғой, осыны салдым. Чередовать етіп салып отырдым. Арасында бір күннен демалыс салып отырдым. Чередовать етіп сары капсула, потом қызыл капсула. Бірақ та мына женский гинекологический чайды мен осы пайдаланып жүрген кезде, бұны мен 14 күн пайдаландым, мына биогельді. Ал женский гинекологический чайды мен күнде бір стаканға заваривать етіп ыстықта ішіп жүрдім, потому что бұның составында суықты шығаратын сондай эффект бар. Одан кейін осындай қарғалдақ деген өнім бар біздерде, қарғалдақ лечебный прокладка. Осы биогельді бітіргеннен кейін, осы комплексті алып болғаннан кейін қарғалдақты пайдаланып жүрдім. Қарғалдақ біздерде мынау әйел адам болғаннан кейін неше түрлі суықтар болады, выделение болады, осының барлығын күшті шығарады. Мына ашып көрсетейін сіздерге. Осы комплекс, осы 3 ғана алдым, басқа көп өнімдерді ішкен жоқпын. 15 күн пайдаланған арқасында менде менструациям 3-ақ күн келетін болды.